Б сынып оқушылары. Алғашқы ұстаздары Барлыбаева Тұрайхан апаймен бірге. Қазіргі сынып жетекшілері оқушыларын үнемі мақтан тұтатын, кемшіліктерін, бұзықтықтарын көрмейтін, олармен сырлас құрбыдай араласып, еркелетіп, бар айтқандарын жасайтын ең қамқор сынып жетекші Юсупова Жанар Жетібаевнамен бірге 11-ші Б сынып оқушылары қарсы алайық. Сыныпта 22 оқушы. Алтын белгі үміткер оқушымыз. Қалмырза Асия алтын белгі үміткер. Сапаралы Ақерке алтын белгі үміткер. Сонымен қатар сыныпта Алименова Айгерім, Андакөл Өмірза, Асан Ұлдана, Ахмет Нұрила, Еген Аружан, Егізбай Ернар, Есенқұл Әсел, Жақсылық Бексұлтан, Жұмабек Асқар, Жұмахан Әсел, Заят Мирас, Қалдар Гүлназ, Камал Еркебұлан, Кудияр Асқар, Қылышбек Нұрзат, Меңлібек Сымбат, Орынша Даниял, Сапаралы Смадияр, Шәріпбаев Әділ, 11-ші Б сынып оқушылары. Қошеметтеп қояйық, түлектерді қошеметтеп қояйық. Алтын белгі үміткер Акимбаева Назар, алтын белгі үміткер Камал Шырын, алтын белгі үміткер Дүйсен Ұлжан, Қалқожа Тахмина, Сапаралы Ақерке, Жұман Қасиет. Махаббат қайра дегенде шымырлап қана келеді. Көк тудың желбірегені жанына Қолдағы оқушы 10-ші сынып оқушылары. Алтын белгі үміткер оқушылар. Ермек Нұрғалым, Ниязбек Аружан, Үсей Айшабина, Егізбай Назерке, Қалқожа Жайна. Алтын белгі үміткер оқушылар. жинал дегені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені. Коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алғыс хат. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның. Бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстазыңды түсінгің сен тереңнен, бар әлемге еңбегімен еленген. Сенің бағың өрге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы сен де өмірді жалғадың. Ізгі іс қой ұстаз тілін алғаның. Мақтау алсаң ұстаздардың алдында, ол өзіңнің орындалған арманың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жанды ғып. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетіне бас иелік мәңгілік. Дей келе алғаш қалам ұстатқан Барлыбаева Тұрайхан ұстазымызға 1000 алғыс. Алғыс хат. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның атындығы.
деп ақын Қайырбеков жырлағандай, сөзі маржан, үні ән ұстаздардың бар болғанын мақтаныш етеміз. Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет. Себебі ұрпақтарды да ұстаз тәрбиелейді. Басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор екіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарымызды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарымызды да сондай ардақтауға міндеттіміз. Ендеше өз ісіне берілген жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытты жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де жолы да. Осындай жолы мен жөні бөлек аяулы ұстаздарымыз шәкірттерінің мақтанышы ғана емес, бүкіл ел мақтанышы дей келе, 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін бізді жетелеп өсірген Юсупова Жанар ұстазымызға бас иіп алғыс айтамыз. Жыл зымырап өткен